Берілген теңдіктің тепе-тең болатындығын дәлелдейік. Алдымен теңдіктің сол жағын түрлендірейік. Енді теңдіктің оң жағын түрлендіреміз. Нәтижесінде теңдіктің сол және оң жақтары тең екендігі белгілі болды. Берілген теңдіктің тепе-тең екендігін тексерейік. Теңдіктің сол жағынан оң жағын азайтайық. Екі өрнек кубтарының қосындысына арналған формуланы қолдана отырып, алымын түрлендірейік. Бөлшекті қысқартайық. Ортақ бөлгішке келтірелік. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. Нәтижесінде 0 шықты, яғни тепе-теңдік дәлелденді.